Сәлем достар, сіздермен тағы да мен Android Games каналы. Және де мен каналыма көп болды видео салған жоқпын. Каналыма кіруге де уақыт болған жоқ. Бүгін кіріп қарасам 19 адам. Уже 19 адам подписаться етті. Мен үшін өте керемет результат. Әзірге рахмет әрбір жазылған адамға. И бүгін біз тағы да хоррор ойын ойнайтын боламыз. Бұл хоррор ойынның аты көрдіңіз бе, дауыстар қандай? Свет деген хоррордың аты. Бұл хоррор ойында біз бункерда жүретін боламыз. Бункер деген бұрында соғыста пайдаланған бомбадан тығылатын жер типі. Білет шашса деген үміттен. Және де 6 главасы бар екен, біз әдеттегідей сол бірінші главадан бастаймыз. Графикасын ультраға қойдым. Керемет екен графикасы, иә. Өте керемет екен. Және де міне енді хат тұр, соны оқиық. Каналым қазақша болғаннан кейін сіздерге аударып беруге тырысайын. 22 апрель 1986 жыл дейді. Разработка вакцины, А деген дәрі жасаған, вакцина. 18 деген бункерде жүрміз біз. И дәріні вышла из-под контроля, вакцина оказалась нестабильной, хотя сразу показал прекрасное воздействие на человеческий организм. Дәріні жасаған, басында керемет болған дәрі. Жаңағы дәріні саған адамдардың керемет денсаулықтары күшті бола бастаған, бәрі қуанған неден керемет дәрі деп, бірақ та 1-2 күннен кейін олардың жаңағы дәрі саған адамдардың көзі көрмей бастапты, терілерінің түсі өзгере бастапты, жынданшақ бола бастапты, нервный бола бастаған, короче. И маған бұның бәрін есіме алу қорқынышты дейді. Мен осы подвалға тығылып қалдым дейді. Білмеймін, оны кім жазған ол хатты, біз бе, или әзірге белгісіз. Және де мына бөлмеден шығуға тырысайық. Достар, біз өзім түсінбей қалдым, қайыққа кетіп қалғанбыз. Бір тесік сияқты бір жерге барып едім. Түсіп кеттік қой төмен. Жарайды достар, мен есіктен шығама деп ойлағам. Мына жақта тағы да бір хат бар екен, хатты оқып көрейік. 22 апрель 1986 жыл дейді. Как я и предполагал, все, кто принимал препараты АИК, сошли с ума дейді. Жаңа дәрі ішкен адамдардың бәрінің ақыл есі. Короче, ақыл есінен айырған бәрі. Қорқынышты бір нәрсеге айланды дейді бәрі. Енді ойынның главный несін түсіндік. Короче, дәріні ішкен адамдардың бәрі ақыл есінен айырылған, терілері өзгерген түсі. Біз көрдіңіз ба, жаңамызда бір ненің ішінде болғанбыз, түрменің ішінде. Және де ана бір неге көріп тұрғаныңызда, мен қызыл неге көріп тұрса, сол жерге тұрған кезде мен шығып кеттім. Мен білмеймін, телепортация ма, не деп айтса, вот мен түсінбедім. Енді мен осынау менің қателеспесем. Достар, енді қана қорықпайтын шығармын деп айтып едім. Бұтыма шықпай жаздадым. Дауысын қаттырақ шығарайын сіздерге. Сіздер де қорқыңыздар, мен ғана қорықпай. Енді мен бүйтіп айтайын деген, бұл енді мен 4-ші ма 5-ші ма хоррорым, енді кішкене қорықпай ойнайтын шығармын деген үміттемін енді. Хоррорға да үйренетін шығармын енді. Деп айтайын деп едім, жаңа уже анадан чуть-чуть бұтыма шығып көрсетім достар. Так, ойынның графикасы керемет екен, бірақ управлениясы кішкене қиындау сияқты. Бас әрең бұрылады екен біздің ойнаватқан адамның. Мүмкін бұл бункерден кесір шығар, мүмкін дәрінің иісі ма, бір нәрсесі біздің. От екен ғой. Шошып кеттім одан. Сол үшін де бізге әсер етіп жатқан жер, басымыз әрең бұрылады екен, жан-жаққа бұрылу кішкене қиындау. Басқа жағынан қарасақ, ойынның графикасы да керемет. Керемет екен. Енді білмеймін, мен неге мына жерге кетіп қалдым, автоматически кеттім, жерге жай жүре береген. Хатты оқып жатқанда ешкімізге тиіспейтін шығар деген үміттемін. Сол баяғы 22 апрель 1986 жыл. Ход клавар заявление ашылу сұрымен мынаны біреулер монстрлардан тығыламыз деп жасаған болу керек деп жазып кетіпті біреу. Достар, мен монстрларға
монстрларды кездестіргім келіп тұрған жоқ. Мен шынымды айтсам, мусор ящикте түк жоқ екен. Енді пистолет, қолыма пышақ бір нәрсе берсе, иә қорықпайтын едім, бірақ мен қолымда түк жоқ. Не дауыс бұл? Иә, мен достар. Бізде фонарик бар екен ғой. Білмеймін, біздің мүмкін аш па, тез шаршайды екен. Былай қарасаң жүгірген де жоқпын. Өте баяу келе жатырмын. Ойбай. Бір жерде есік ашылды, достар. Достар, мынау су екен ғой, жердің астынан шығып жатқан. Және де бізге мына жерден біреу бір нәрсе лақтырды. Кім бар? Кім істеді оның бәрін? Кім лақтырды ящикті? Енді мен 4 хоррор ойнадым, кішкене батылырақ болайын енді. Не дегенмен де жігітпіз ғой. Так, мына жерде проход щитовая дейді. Так, фонарикті өшіре тұрайық. Біздің фонариктің батарейкасы біткен, көріп тұрыңыздай. Тағы да хатты оқиық. 22 апрель 1986 жыл. Я нашел проход к щитовой, но там была кромешная тьма, дейді. Из него доносились непонятные страшные звуки, дейді. Если верить переговорам по рации, которые я услышал, они реагируют на запах и звуки передвижения. Ведь человека они не способны. Вакцина решила зря, но дала невероятную силу, надо двигаться очень нас. Ох, достар. Мен ана бөлмеге уже кіргім келіп тұрған жоқ. Неге дейсіздер ма? Өйткені олар адамды көрмейді екен. Жаңағы бәлер көзі. Достар, мен ана жерге кіргім келмейді, өйткені жаңағы монстрлар адамды көрмейді екен, бірақ та біз кішкене қатты жүрсек олар бізді естіп қояды, және де иісі өте сезімтал екен, және күштері өте көп дейді. Желательно оларға жоламауға тырысу керек бізге. Және де мен тырысам әрине. Бірақ құлақтар өте керемет еститкен, сол үшін бізге ақырын жүру керек, достар. Бірақ олардың бір әлсіздіктері бар, көздері дұрыс көрмейді екен, және де бізде фонарик бар. Қараңғы бізге қатты қорқынышты емес. Сол үшін де, достар, ақырыншап жүріп көрейік. Достар, барынша ақырын жүруге тырысам. Достар, жарайды, мен ақырын жүремін, достар, сіздерге уәде беремін. Достар, мына біреу жерде жатқан кірпіштерді бассам шытырламайтын шығар деген үміттемін. Бірақ сонда да қорқып тұрмын. Мына жерде де толған кірпіштер. Жарайды, достар, бірінші мына жерге барып көрейінші, не болса да. Достар, барынша ақырын жүруге тырысайық. Не? Достар, мына жақта да біреу тұр. Егер олар мен даусымды естісе, достар, бітті, мен өлдім точно. Екеуі екі жақтан қоршап алатын сияқты мен. Блин, фонаригімді батарейкасы өшін деп тұр. Достар. Досым-ау, мына ойындағы досым. Не үшін сен түстің бұл бункерға? Қалай ғана келдің бұл жерге? Жарайды, біз бұны алып шығуға тырысайық барынша. Не? Мына жерде де бар екен ғой бұлар. Мүмкін өтіп кетейін енді ақырындап. Олардың қасына. Қарамай. Достар. Достар, өтіп. Жоқ. Тек қана бұл емес. Фонаригім дауысын естімейді екен ғой, достар.
тек қана бұл емес достар, басқасы жетпегендей біздің фонариктің батарейкасы өшіп қалды. Бірақ та достар, бұл ойынның әйтеуір бізге бір көмек дейді ғой. Фонарик өзімен өзі зарядталады екен, если өшіріп қойсақ. Әзірге өшіріп жүрім әзірге, өйткені мына жақта қатты қараңғы емес екен. Достар, мен барынша ақырын жүрім, өздеріңіз көріп тұрғандай. Мен істеген жоқпын бұны достар. Алар қазір жүгіріп келмейтін шығар деген үміттемін достар. Қайдан ғана бұл бункерде жүрміз екенбіз. Және де не үшін тарсылдағанын түсінбеймін достар. Мен әрең дегенде мына жерге келгенде неге түк жоқ, соны түсініп тұрған жоқпын мен. Мүмкін мына біреу щитоктар енді свет жағуға келдік қой, бұл біз щиток. Бізге қозғалып кішкене оңайырақ болады. Бірақ та бұл жерде келдім, бірақ түк өзгерте алмадым, өкінішке орай. Бәрін басып көрдім. Достар, жаңағы жарық коридорларымыз жақсы екен, оданша мына жерден көр. Тағы достар, мына бір бәлен қасынан өту керек. Достар, ешқайсымыз сөйлемейміз. Ол мен кете берем досым. Достар, барынша ақырын жүрдім. Мына біреу әйтеуір ананың қасынан өтіп барады, қорыққаннан осырып қоймағанына рахмет. Әйтпесе не боларын да білмеймін достар. Жарайды, енді бұлардың қасынан акасы өтуге болады екен. Сол үшін біз енді мына жерге барып көрейік. Тағы да барынша ақырын қозғаламыз достар. Және де әзірше мен ағаштың қасынан өтпеймін достар. Ағаштың үстімен точно өтпеймін. Өйткені ол шықырлайтын сияқты. Қалайша? Ақырын жүрдім ғой мен. Не? Достар, тағы барынша ақырын жүрге тұрсам. Бірақ та мен жаңа ғана бір монстрдың қасынан қалай өттім, тура солай өттім, но мені қалай естіп қойды. Досым, бәрі жақсы болады. Мен щиток жағам, мен свет жағам, саған жақсы емес па? Ой, бля. Достар, басқасын. Не болып кетті достар. Достар, мен қазір туалетке барып дұрыс үйімді ауыстырып келем қойдым, әйтпесе дымқылдан асады жөт. Бұтыма мен ғана түсіп қоймаған жоқ шығар деген үміттемін мен достар. Бұттарыңа сіздер де түссеңіздер, комментарияға жазыңыздар. Достар, мен хоррор ойындарды ойнайын деп скоро инфаркт болады менде достар. Бәрі сізден жүрген бірақ. Не достар, жаңа біз тағы да мына келдік, мына жерге тағы да түк жоқ екен, өкінішке орай. Енді біз соңғы ана жерге барып көрейік. Мынау өте сезімтал екен. Анау жақсы еді. Мынау өте сезімтал екен. Өте сезімтал екен. Бірақ осы жол емес достар, өтіп кетеген сияқты қасынан. Достар, өттік мынаның қасынан. Енді мына жақта тұрғанда сезімтал емес, мұрны дұрыс сезбейтін біреу ғана болса екен деп үміттенемін достар. Мынау вообще сезімтал екен достар. Не? Мына жерде де
түк жоқ достар. 3 жерге бардым, көтімді қинап. Түк жоқ достар. Білмеймін, мына жерде маған кетуге ғана амал қалды. Ударлар мощный сияқты достар, бетін қанын бірақ шығарды. Жоқ, мына щитоктарды бассам түк болмайды. Мына проходтан не көмек дейді, түк көмек дегені жоқ. Свет жаға ма деп ойладым потом. Бірақ та монстрлардың әлсіз түстерін біліп алдық достар. Тағы да мына су. Және де достар, мен что-то қаяқтан келгенімді ұмытып қалдым. Және мына жерге барып көрейік достар. Бүгін ең хотя бірінші главасын өтуге тырысып көремін енді. Так. Мына жерде мен болмадым. Жаңа мынандай дверной проходта бізге біреу атып шыққан болатын енді. Олай ешкім істемейді шығар деген үміттемін. Және де жаңағы бәлелердің көздері көрмейді. Мына бөшкелер. Бәле болды достар маған. Складқа келдік, жаңа біз щитовойға барғанбыз, енді складта барамыз. Складта не бар екен? Бізге срочно свет жағу керек достар. Походу, блин. Фонарик жағып жүрінші достар. Иә достар, мен ойнаған басқа хорларды кітап жинау керек деп түсінікті болады. Мына ойында кішкене түсініксіздеу. Әзірше не істеу керек білмей тұрмын. Енді жарайды. Жоқ, жарайды, жағып жіберейін. Фонарик әйтеуір бір жақсы өзі толады екен, зарядкасы көбіне. Так, мен мына жерден келдім достар. Ал мына жерде не істеу керек екенін мен әлі. Бөтен адамдарға кіруге болмайды дейді. Мына жерден бөтен ешкім жоқ. Кіруге бола ма деп кіреміз біз. Охрана есік жабық дейді. Мен білгенімше бұл гидравлический дверь, она автомобиль украинская, когда помещение обеспечивается. Так. Мынау охрананың бөлмесі ма? Түсінбедім мен. Иә, бізге генератор табу керек достар. Тезірек свет жағу керек мына жерде. Қараңды. Мына қапқырың не ма? Терезе ма? Так. Түсінбедім. Сүйрек па бір нәрсе пақа. Так, мүмкін мына компьютерлермен бір нәрсе істей алатын шығармыз. Қай жерде несі ашылды достар, түсінбедім. Так. Совершенно секретно, 20 апреля. Высшему руководству мы нужно сообщить вам, что бункер будет полностью законсервирован. По движению направим вам 16. Разве вам связаться надо? Бункер Альфа-4. Где входила связь машина? Так. Білмеймін мына ойынды. Әзірше түсініп тұрған жоқ, бірақ та мен түсінген бойынша бізге мына бункерді, короче, жауып тастаған ғой, адамдар қуып кеткен, спецназ жіберген, бәрін қырған, тірі қалғандар тірі қалған. Сондай болу керек достар. Және де бір жерде жаңа есік па бір нәрсе ашылды, білмеймін мен достар, не барып көрейін, осы жерде бір нәрсе ашылған сияқты болды маған. Складта мүмкін бір нәрсе ашылған шығар. Не, ойын әзірше складта түк ашылмаған. Сол үшін төмен түсейік. Мүмкін төменде бір нәрсе ашылған шығар.
Иә достар, ойын өте қорқынышты екен. Так, мына қараңғы, фонарик жағып жүрейік құрсын. Бәле жаладан аулақ. Ойлаңызшы өзіңіз, шын өмірде мынандай жерде жүрсеңіз. Білмеймін достар, шын өмірде мен мынандай жерде жүрсем, баяғыда жүрегім жарылып өліп қалатын едім. Және де біз мына есікті аштық қой деймін, иә достар. Білмеймін, солай сияқты достар. Не болды достар? Түктің сөнбей болмасын. Мына дәріні, жындандыратын дәріні, походу мына жігіттің өзі де ішіп алған сияқты. Және мына есіктерді ашамыз, бірақ та түк жоқ достар, мені сол кішкене аса қуантып жатқан жоқ. Және мына жерде не, хат па? Жоқ достар, хат емес екен. Не үшін асып жатырмыз бұл есіктерді, не үшін түсініп жатқан жоқ достар. Не кітап жоқ, не түк жоқ достар. Иә достар, мына жерге барып көрейін, келген жеріне. Бірақ почему-то мен бұл жерге бармау керек деп ойлап тұрмын, білмеймін не екен. Жаңағы генераторды неге қосамадық? Тарс етіп күйіп кетті өзіміз келгенде. Және де мынау шашақ болып едім, ақырын жүріп қалды. Енді мен жаңағы түрмеден жаңағы көрдіңдер, өзім қамалып тұрған жерден шыққан кезде мен алдыға қарата кетіп қалған болатынмын, арт жаққа барып көрмедім негізі. Мүмкін қазір енді сол жерге бару керек шығар. Вход в лабораторию дейді. Иә. Мына жер жаңа жабық тұрған, көрдіңіз бе достар, ашылып мына жер. Және біз лабораторияға баратырмыз достар. Міне лаборатория. Достар, бірінші главаны өткен сияқтымын мен. Иә достар, бірінші главаны мен кешірім сұраймын. Бірінші главаны өткенге ұқсаймын. Және де бірінші главасы өте қорқынышты болды. Мен үшін білмеймін достар, сіздер үшін қалай болғаны. Екінші главаны біз әрине өтетін боламыз, оған уәде берем. Енді әзірше бүгін бірінші главаны өттік, және де біз лабораторияға қарай жол тарттық. Лабораторияда достар не болады екен, әлі де 5 главасы бар. 5 главасын бәрін өтуге тырысамыз. Және де лабораторияда не бар, біз бункерде не істеп жүрміз, бұның бәрін анықтайтын боламыз. Көргендеріңізге рахмет достар. Міне сағат өзіңіз көргендей түнгі сағат 2:41. Иә, мен қараңғы бөлмеде ойнап жатырмын, және де маған қатты айғайлауға, қатты сөйлеуге болмайды. Енді өздеріңіз түсінесіздер, жан жақта көрші бар дегеннен кейін. Сол үшін эмоциямды барынша ұстадым, и то өте қатты қорықтым достар. Жарайды достар, көргендеріңізге рахмет. Ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркелесіздер деген үміттемін. 19 адам, мен өте қуаныштымын. Одан көп тіркелсе, одан да қатты қуанамын. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар.